Сәлеметсіздер ме? 8-ші сыныпқа арналған панорамалық сабағыма қош келдіңіздер. Мен Керімбердиева Меруерт Оңғаровна, Тараз қаласы нөмірі 40-шы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сабағымды бастамас бұрын алдымен сынып оқушыларын 3 топқа бөлемін. Әр топтағы оқушылар бір-біріне қарама-қарсы отырған оқушы бір бет серіктес, жанындағы оқушымен иық серіктес және әріп серіктес болады. Ой қозғау әдісі арқылы, сұрақтар қою арқылы сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әлем халықтарының Наурызды тойлау дәстүрлері. Бүгінгі сабақта тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді талдап салыстырады және көтерілген мәселе бойынша баға береді. Тапсырмалар жеке жұмыс, жұптық жұмыс және топтық жұмыс арқылы жүзеге асатын болады. Жеке жұмыста оқушы өзін-өзі бағалайды, жұптық жұмыста өзара бірін-бірі бағалау жүзеге асады, топтық жұмыста өзара топтық бағалау жүзеге асатын болады. Тапсырмалар оқылым алды, оқылым кезеңі және оқылымнан кейінгі кезең болып бөлінеді. Барлығы тапсырма бойынша 10 ұпай жинайтын болады. Сабақта белсенділік танытқан оқушыларға бонус карталары таратылатын болады. Оқылым алды кезеңі. Сөздікпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Жаңа сөздерді қатыстырып, сөз тіркесі және сөйлем құрайды. Жаңа сөздер шаттық, түрлі, тойлау, тұрғын, от, су себу. Бағалау критерийі сөздер мен сөз тіркесін құрайды және толық сөйлем құрайды. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау жүзеге асады. Оқылым кезеңі. Мәтінді оқушылар мұқият оқып шығады. Мәтінде қысқаша мазмұндайтын болсақ, Наурызды тек қана қазақ халқы емес, сонымен қатар батыс халықтарының барлығы тойлайтындығы бізге мәлім. Соның ішінде мәтінде Иран, Әзербайжан, Тәжік және Түркия елдерінде Наурызды қалай тойлайтындығы және олардың ерекшеліктері туралы сөз қозғалған. Оқылым кезеңі тапсырмалары. Бірінші тапсырма мәтін мазмұны бойынша кластер құрастырады. Дескриптор мәтін мазмұны бойынша кластер құрастырады. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау жүзеге асады. Екінші тапсырмада жеке жұмыс берілген мәліметтерді сәйкестендіреді. Мұнда Иран, Әзербайжан, Түркия және Тәжік елдеріне тиісті ақпараттар берілген, осы мәліметтерді дұрыс сәйкестендіреді. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау жүзеге асады. Келесі жұптық жұмыс. Мұнда бұл менеджмент әдісі арқылы жүзеге асады. Тақ сандағы оқушыларға сұрақтар таратылады, ал жұп сандағы оқушыларға жауаптар таратылады. Мұнда тақ сандағы оқушылар ортаға шығып, шеңбер құрып тұрады. Жұп сандағы оқушылар сол тақ сандарды қоршап, бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Бағалау критерийі. Тақ сандар мен жұп сандар сағат тілімен айнала отырып, өздерінің сұрақтарына дұрыс жауап табады. Тапқан жұп шеңберден шығып, сұрақ жауаптарын оқиды. Қалыптастырушы бағалау, өзара бірін-бірі бағалайды. Сұрақтар мәтін бойынша берілген және соған тиісті жауаптар да берілген. Бұл баланың біріншіден қимыл қозғалысы, екіншіден зерікпеуіне, үшіншіден іздеуге септігін тигізетін әдістің бір түрі. Оқылымнан кейінгі кезең. Мұнда барлығы 3 минут уақыт беріледі. Бұл топтық жұмыс. Бірінші топқа Түркия елінің Наурызды тойлау дәстүрі, екінші топқа Әзербайжан елінің Наурызды тойлау дәстүрі және үшінші топқа Тәжік елінің Наурызды тойлау дәстүрі тақырыптары беріледі. Дескриптор. Берілген тақырып бойынша топта ой бөліседі, кеңеседі, ойларын жинақтайды, негізгі идеясын айтады. Ғаламторда нақты деректер келтіреді. Деректер бойынша дәлелдерін тұжырымдайды, көтерілген мәселе бойынша баға береді, өмірімен байланыстырады. Қалыптастырушы бағалау. 2 жұлдыз бір тілек әдісі арқылы топтар бір-бірінің жұмысын бағалап, кері байланыс береді. Сабақ соңында кері байланыс
3-2-1 әдісі арқылы жүзеге асады. 3 маңызды ақпарат, қиындық тудырған 2 мәселе және тапсырмадағы ұнаған 1 мәселе туралы айтады. Бүгінгі сабақтың үй тапсырмасы ол жаңа сөздер жаттау және өзбек халқының Наурызды тойлау дәстүрі тақырыбында ақпарат іздену. Сабақта белсенділік танытқан оқушыларға осындай бонус карталары таңдау арқылы жүзеге асырылатын болады. Мәселен, киіз үйді таңдаған оқушыға алақайсыздың бір үй тапсырмасын орындаудан босатылу мүмкіндігіңіз бар деген сияқты бонус алу мүмкіндігі бар. Сонымен бүгінгі сабақта тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді талдап салыстырдық және көтерілген мәселе бойынша баға бердік. Бүгінгі мақсатымызға жете алдық деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.